Ассалаумағалейкум баршаңызға. Бүгінгі контент зор болайын деп жатыр. Сондықтан әр секундын өткізіп алмай көріңіздер. Кәсіпорын және ондағы дәнекерлеу, бояу, құрастыру, пластик бөлшектерді бояу цехтары мен компоненттер қоймасы оңтүстік Кореяда өндірілетін ең соңғы үлгідегі құралдармен жабдықталған. Кәсіпорында Hyundai жоғары сапалы Hyundai Motor Company инженерлерінің қадағалауымен машина құрастыру саласын тәжірибелі мамандары қамтамасыз етеді. Кәсіпорынды қаладағы индустриалды аймақ маңында Астана Моторс компаниясы тұрғызды. Зауыттың іргетасын құюға оңтүстік Кореяның сауда-өнеркәсіп және энергетика министрі Сон Йон Мо және еліміздің индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі Роман Скляр қатысты. Отандық жеңіл автомобильдер өндіретін Hyundai зауыты отандық автоөнеркәсіпті дамыту үшін стратегиялық нысан болып табылады. Ол экономикалық өсіруге және әртандыруға үлесін қосып, елдің инновацияның даму деңгейін арттырып, кәсіби кадрлардың өсімін қамтамасыз етіп, Қазақстанның нарықты жаңа автомобильдер және ТМД елдеріне экспортты қамтамасыз ету бағытында жұмыс атқарады. Қазақстандағы ең ірі автокөліктер өндірісі қатарына Агромаш холдинг, Қостанай қаласындағы орналасқан сельхозтехника және автокөліктер заводы, Сарыарқа автопром Қазақстандағы ең үлкен ауыр техника және автокөліктер заводы. Онда Дево, Донгфeng микроавтобустар және автобустар өндіріледі. КамАЗ инжиниринг Көкшетаудағы ауыр техника заводы және айтылғандай Hyundai Трансавто кореялық жеңіл автокөліктер өндіреді. Жеңіл автокөліктің 30% ғана Қостанай облысында өндіріледі. Қалған 70% Шығыс Қазақстан облысынан бастау алады. Өскемен қаласындағы Азия авто зауыты Қазақстан Республикасындағы бірінші және ең ірі автоқұрастыру зауыты. Онда тек осы жылы ғана 10-нан астам жеңіл автокөліктер мен жол талғамайтын көліктер шығарылады. Ол тек Қазақстанда емес, Ресейде де, Челябі, Тольятти, Екатеринбург және Санкт-Петербург қалғанда дилерлік желілері бар. Азия авто, Шкода, Нива, Kia және Лада автокөліктерін өндіруде.